Сәлематсыздар ма балалар? Дүниетану сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы дұрыс тамақтана біл. Оқу мақсаты түрлі дерек көздер негізінде пайдалы және зиянды тағамдардың арасындағы айырмашылықтарды анықтау. Бүгінгі сабақта денсаулық пен ақыл-ойымыздың жақсы жетілуі үшін дұрыс тамақтана білуді, адам ағзасына пайдалы және пайдасыз тағамдарды ажырата білуді, дұрыс тамақтанудың денсаулыққа пайдасын білетін боламыз. Балалар, мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Қандай тағамдарды сүйіп жейсіңдер? Жарайсыңдар балалар. Біз не үшін тамақтанамыз? Дұрыс айтасыңдар балалар. Адамның ең үлкен байлығы денсаулық. Ал денсаулықта ағзаның күшін нығайтудың басты кепілі дұрыс тамақтану. Тамақтану адам ағзасы үшін аса маңызды қажеттілік. Сондықтан тамақтануға ерекше көңіл бөлген жөн. Дұрыс тамақтану денсаулық негізі. Ой еңбегіне, іс-әрекетке де күніне көп күш-қуат жұмсалады. Ол қуатты ағзаға қажетті қоректік заттарды біз ішер астан аламыз. Ендеше біз бүгінгі сабағымызда осы тамақтану арқылы сөз қозғамақпыз. Балалар, мына суретке қарап отырғандай, адам ағзасына пайдалы және зиянды тағамдарды кездеседі. Дұрыс тамақтануда адам ағзасына қажетті қоректік заттар, ақуыз, май, көміртегі, дәрумендер, минералды тұздар. Біздің барлық тағамымыз ақуыз, май және көмірсудан тұрады. Олар адам ағзасының өсіп жетілуін қамтамасыз етеді. Тағамның құрамында ақуыз жеткілікті болса, сен тез өсесің. Май біздің ағзамызға мол күш-қуат береді. Ағзада көмірсу қоры көп болған сайын адам шыдамды келеді. Біздің ағзамызға минералды тұз бен дәрумен қажет. Сүт тағамдары ақуыз көп. Май және көмірсу ағзадағы жасушалардың түзілуінде қоректік зат болып табылады. Жасуша өз бетінше тіршілік ете алмайтын ұсақ бөлшек. Жеміс-жидек пен көкөніс дәруменге өте бай. Сондықтан бұл өнімдердің біздің ағзамызға пайдасы көп. Балалар, мына суретке назар аударамыз. Суретке қарап әңгімеле. Сенің ағзаңа қажетті өнімдердің құрамында қандай дәрумендер бар? Жарайсыңдар балалар, сендер суретке қарап әңгімеледіңдер, тағамдарды анықтай білдіңдер, қажетті дәрумендерді біле алдыңдар. Адам ағзасына қажетті өнімдердің құрамында қандай дәрумендер бар, олардың қандай пайдасы бар екенін бірге қарастырайық. А дәрумені көздің көруін жақсартады, В дәрумені ағзаны нығайтып, күш-қуат береді, С дәрумені иммунитетті көтеріп, ауруға қарсы тұрады, Д дәрумені сүйектерді қатайтады, Е дәрумені жетіспеген кезде шаш сиреп, шаршағандық пайда болады, терінің қартаю процесі жылдамдайды. Балалар, енді мына суретке назар аударамыз. Мына сұрақтарға жауап береміз. Бұл тағамдардың құрамында қандай дәрумендер бар? Олардың адам ағзасына пайдасы қандай? Жарайсыңдар балалар, сендердің жауаптарың менің жауабыммен сәйкес келеді деп ойлаймын. Сәбізде А дәрумені көздің көруін жақсартады, жұмыртқада В дәрумені ағзаны нығайтып, күш-қуат береді, балықта Д дәрумені сүйекті қатайтады. Балалар, адам ағзасына пайдалы тағамдармен бірге пайдасыз тағамдар да кездеседі. Тез дайындалатын тағам өнімдері, және гамбургер, хот-дог, чипсы, газдалған сусындар адам ағзасына зиян келтіреді. Себебі олар тез бұзылады да көп ауруға себеп болады. Балалар, мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Адам тез өсу үшін тағамның құрамында не болуы керек? Адам шыдамды болу үшін ағзада не болуы керек? Май біздің ағзамызға не береді? Біздің ағзамызға нелер қажет? Тамақтану пирамидасы суретіне қарап, зерттеп көріңдер. Сенің ас мәзірінде тағамның қай түрі көп, қай түрі аз болуы керек. Сен тұратын жерде ағзаға пайдалы қандай өнімнің түрін өсіреді? Балалар, осы қойылған сұрақтарға ойланып, кері байланыс жасаңдар. Денің сау болсын десең, дұрыс тамақтан. Адам үшін дененің саулығы өте маңызды. Көптеген аурулар дұрыс тамақтанбау салдарынан пайда болады. Сондықтан адам үшін уақытында дұрыс тамақтану қажет. Сонымен балалар, сендерге бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.